саламатсыздар балалар? Ас атасы нан. Бүгін нан туралы зерттеу жұмысын жүргіземіз. Ал балалар, дастарханға нан қайдан келеді? Нанды біз дүкеншеден аламыз. Дүкенші қайдан алады? Біз жерді жыртып, ерте көктемде жер анаға біз бидай өнімін егіп, біз бидайды комбайн жыртып алады да, не істейді? Диірменге апарып, ұн шығарады. Сосын мына ұн не балалар? Ұн шығарады. Біз ұннан не жасаймыз? Нан жасаймыз. Және пирожки жасаймыз. Тағы да не жасаймыз? Торт жасаймыз. Тағы да не жасауға болады? Блинчик жасаймыз, самса жасаймыз. Нансыз біз дастарханның, тамақтың мәні болмайды екен. Дастарханға біз нан қайдан келгенін біз қазір зерттеу жұмысын жүргіземіз. Ал балалар, бірінші бізге су керек, сосын тұз керек, сосын бізге ұнды илейтін илегіш керек. Ал енді барлықтарына мен суды құйып шығамын. Сосын ұн салып берем. Ұнды илегіштен өткізіп. Ұн салып берем. Ұнның түсі қандай екен балалар? Ал жаңағы тақпақтарымызды айтайықшы балалар. Нан қиқымын шашпаңдар. Жерде жатса баспаңдар. Теріп алып қастерге жарайсыңдар балалар. Ал ендеше іске сәт қолымызбен не істейміз? Жұмыс жасаймыз. Ал барлығын еліміз кеп қолымызбен, аналарымыз бізге нан жауып береді, дәмді тамақтар пісіріп береді. Біз аналарымызға көмектесеміз. Илейміз. Мейіріммен илеуіміз керек. Балалар, сол кезде нанымыз өте тәтті болып шығады. Мейірім салып илеуіміз керек. Бар ынта-шынтымызбен істеуіміз керек. Тамақты да, нанды да, қамырды да, мынандай иікпен былай істейміз. Сол кезде қамыр өзі иігеде бір-біріне жарысып иігеді. Ал біздің енді қамырымыз дайын болды. Енді асханаға барып не істейміз? Нанымызды жабамыз. Былай көрсетінде шығар. Апайға міне бүйтіп көрсетінде шығар. Міне біздің қамырымыз дайын. Жарайсыңдар. Қандаймыз? Апайға қараймыз. Жарайсыңдар, айзереміз деген. Бақтылы қара. Айшаға. Қамырымызды көрсетеміз. Енді бұл қамырдың ішіне не қостық? Тұз салдық, су құйдық, сосын ұн салдық, сосын қолымызбен иледік. Мейірімізді беріп, біз қамыр илеп шықтық. Ал рахмет барлықтарыңа. Енді асханаға барып не істейміз? Нан жабамыз, пешкаға, сосын бауырсақ пісіреміз. Жарайсыңдар қыздар. Астарыңыз дәмді болсын.